Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін өте дәмді, оңай, тез жасалатын черный лес рулетін жасаймыз. Рулетімізға керекті заттар: ең алдымен қамырын жасаймыз. Қамырымызға ұн, қамыр қопсытқыш, какао, қант және жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек етіп аламыз. Жұмыртқаның ағын салып, үстіне қантын салып, жақсылап 2 есе ұлғайғанша миксермен араластырып аламыз. Одан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын салып араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Ұнымыздың ішінде қамыр қопсытқышымыз бар. Венчиктің көмегімен аст үстіне келтіріп араластырамыз. Одан кейін какаомызды елештен өткізіп саламыз. Міндетті түрде елекшпен өткізіңіздер, сол кезде түйіршектер болмайды. Қамырыңыз тегіс араласады. Пергамент қағаз төселген ыдысқа қамырымызды салып, барлық шет-шетін тегістеп аламыз. Пешімізді алдын ала 170 градусқа қыздырып қоямыз. Рулетімізді 15-20 минутта пісіреміз. Рулетіміз пісті. Піскен ыстықтай рулетімізді орап қоямыз. Енді біз крем дайындаймыз. Кремімізге қаймақ, сүзбелі ірімшік, какао қажет. Қаймақ пен қантымызды араластырып аламыз. Қаймақ пен қант ұнтағымызды араластырып болғаннан кейін үстіне сүзбелі ірімшігімізді салып, креміміз қою болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді біз пергамент қағазы төселген рулетімізден пергаменттан босатып шығарамыз. Қамырымыздың үстіне мен сүт жақтым. Сіздер сироп жақсаңыздар болады. Осылай сүтті жақтым. Оның үстіне кремімізді салып, шет-шетін тегістеп жағып шығамыз. Одан кейін рулетімізді орап, рулет жасаймыз. Осылай орап, оны пергамент қағазына орап, тағы да 1 сағатқа қоямыз. Бір сағат тұрды. Рулетімізді енді пергамент қағазынан шешіп аламыз. Үстіне ертілген шоколад құйсаңыздар да болады. Ал мен қалған кремді үстіне жағып шықтым. Кремді жағып және оның үстіне какао ұнтағын әдемілік үшін сеуіп шығам. Оңай, тез арада дайын болатын рулеттардың бірі. Дәмі керемет, жұмсақ. Осындай дәмді рулет отбасыларыңызға дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.